Баршаңызға сәлем, бұл винегрет салаты емес, бұл қыс айында иммунитетіңізді көтеретін және де қаныңызды көбейтетін өте пайдалы салат. Бұл салаттың тағы бір ерекшелігі, бұл тұрған сайын соғы шығып, дәмді бола түседі. Енді черносливті, мейіздің және грек жаңғағының үстінен осылай қайнап тұрған суымызды құйып тазартып аламыз. Бұлар өте лас болады. Қазір суынан да көресіздер. Міндетті түрде қайнаған сумен бірінші жуып алған дұрыс. Қайнаған суымызға 5 минутқа қалдырып, осылай қасықтың көмегімен араластырсаңыздар көрінеді. Енді бұл суларымызды төгіп тастап, мұздай сумен шайып аламыз екінші қайтара. Содан кейін құрғатып аласыздар. Мен қызылшаны қайнатып дайындатып қойдым. Енді бұларды ұсақтап, көбіктеп турайтын боламыз. Сонымен қатар қызылша қаныңызды көбейтуге үлкен үлес қосады. Оны барлық адам біледі. Бірақ қызылшаны жемейтін кісілер болады. Сол адамдар дәл осы салатты жегеннен кейін қызылшаны үнемі жейтін болады. Енді алмаларымызды осылай орталарын алып тастап, бұларды да ұсақтап көбіктеп тураймыз. Мен сыртын алмаймын. Егер де сіздерге ұнамаса, сыртын алып тастасаңыздар болады. Енді алмаларымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз, салатымызды араластыратын. Кеңде от салғандарыңыз дұрыс. Енді турап қойған қызылшамызды да алмамыздың үстінен саламыз. Содан кейін мен алдын ала дайындап қойдым. Черносливті 4 бөлікке бөлесіздер әрқайсысын. Мейізді турап керек емес, сол бар күйімен саласыздар. Және де грек жаңғақтарында бөліктерге бөлетін боласыз. 2 немесе 4 бөлікке. Барлығын салып болғаннан кейін мен Foodmaster живой йогуртын пайдаландым. Сіздер кез келген йогурттың кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Енді осылай үстінен құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Тағы бір мен сіздерге құпиясын айта кетейін. Бұл салаттың көп адам айта бермейді. 2 немесе 3 қасық үлкен ас қасықпен бал қоссаңыздар болады. Өте дәмді болады. Сіздерге кеңес беремін. Бізде міне салатымыз дайын болды. Енді столға тарта берсеңіздер болады. Мен үстінен жаңғақты езіп салдым. Міне қараңыздар, түрі де тәбет ашатындай. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл салат міне қараңыздар, тұрған сайын соғы шығады және өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.